Canvaға кіреміз. Миниатюра для YouTube жасаймыз, мысалға не кез келген нені алайын, мысалы обложка жасаймыз. Ол үшін мынаға жазамыз. Миниатюра для YouTube. Шаблон жасаймыз, оны таңдаймыз. Өте жай болады екен. Жүде жай таңдалынады екен. Сіздердің уақыттарыңызды алып жатырмын, оның арасында әңгіме етіп қояйын. Бұл не үшін керек? Когда YouTube каналды ашып қойған кезде мынандай әдемі картина шықса, адамның көзі бірден соған түседі да. Сол үшін обложка жасалынады. Мына платный дегендер мысалы. Не, платный, мына про барлығы платный, мына платно дегендердің барлығы тоже ақша төленеді. Мықты тегін біреуін алайық мысалға. Таңдайық. Изменить шаблон. Енді менің темам Досмарттағы чек арқылы ақша табу болғандықтан. Не дейді мынау? Продолжить в браузере дей салайын енді. Бұның приложениесі де бар, и плюс Google'дан, Chrome'нан осылай жаза беруге де болады, тіркеліп аласыздар. Содан кейін приложение жасай бересіздер. Мысалға мен мына жазуын өзгертем. Міне. Смартта жаңа акция деп жазамын. Акция. Бұның шрифтін өзгертем, маған тым дәу. For деген сөзді алып тастаймын. Мына ортаға келтірем. Цветін өзгерткім келіп отыр. Мысалға қызыл цвет ашпайды екен. Осы цветті қалдырайық. Шрифтін ауыстырсаңыздар болады. Бизнес деген сөзді алып тастаймын. Мына қызымыз тұра берсін. Досмарт мысалға пен бірге бол деп жаза салайын мен. Шрифтін өзгертейін. Міне осылай қалдырам мен. Ал мен скачать етіп аламын. JPEG қылайын болды. Менде картинам дайын. Міне. Енді сол миниатюра для YouTube'ты мен ана неге қоям. Видеома қойып шығам қазір. Міне менде дайын болды. Миниатюра для YouTube'ның. Дайын болды. Бұны сохранить как рабочий столға сақтап қоям. Енді мына қызды да алып тастасам да болады. Маған бұл қыз ұнамайды. Енді жаңағы неме жүктеген видеома мен обложка қоям, Творческая студияға өтем. Осылай ауыстырып аламын. Келесі видеода көрсететін болады.